Сарымсақтың пайдасы мен зияны. Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне, осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен, сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің қандай зияны бар? Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Біріншіден, бактериямен күреседі. Сарымсақты шикіде жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрттан, кандидоз ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екіншіден, қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойы сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Үшіншіден, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені дұрыс. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар, қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртіншіден, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану, тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатыны дәлелдеген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Бесіншіден, қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт пен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану арқылы қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады. Тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Сарымсақ буын ауруларын емдейді. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Сарымсақ теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің, бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Сарымсақтың зияны қандай? Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де,
оны шамадан тыс жеуге болмайды. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақты көп жесе, ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып, бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Құрметті көрермен, егер сізге менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.